Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, басқалармен бөлісе кетеміз. Насреддин шах, оның әкесі Фетх Али шахтың немересі болашақ шах Мохмуд болды. Насреддин шах 1831 жылдың 17 шілдесінде Тебриздің оңтүстігіндегі Конохмар ауылында дүниеге келді. Мұхаммед шахтың түркімендерді жеңуі құрметіне оған Насреддин сенімді қолдаушы есімі берілді. Насреддиннің арғы атасы Фатх Али шах орталық Ирандағы лагерде өз әскерлеріне шолу жасап жаңа туған күнін атап өтті. Жастық тұрғы қашықтықта ауыл басқа Тебриз әкесі қайтыс болғаннан кейін 1848 жылы Насреддин таққа шақырылды, алайда ол қару-жарақ алу керек еді. Ол 12 жасқа дейін тек Әзірбайжан тілінде сөйледі. Бұл тілде ол өзінің жақын адамдарын және де шах болғаннан кейін сөйледі. Насреддин көп ұзамай парсы тілінен, сондай-ақ француз және де араб тілдерін үйренді. Және де география, позиция, сурет салу ерекше сүйіспеншіліктер басталды. Ол жартылай көшпелі өмір салтын жүргізді. Оның Тебриздегі сарайдағы Шыңғысхан, Исмайыл бірінші және де Надири шахтың суреттерінің ілінуі тұрды. 1873 жылы, 1878 жыл және де 1889 жылдары өзі сипаттаған Еуропа елдеріне, соның ішінде Ресейге саяхат жасады. Шахтың алғашқы саяхатының сипаттамасын ағылшын тіліндегі аудармасы 1874 жылы Лондонда болған. Орыс тілінен шах Насреддин Мазхадирине саяхаты меншікті ұлы мәртебелі күнделігі атты 1887 жылы 1873 жылдың Венадағы дүниежүзілік көрмеге барды. Журналистер шах меймандар мен зергерлік дүкендерді ашылған шорттарды төлейді. Кетіп бара жатқанда күллі жазбалар жазды. Насреддин шыққан тәрбиесі бойынша ол мұны қонақжайлылық белгісі ретінде сыйлық деп санады. Ішкі саяхаты. Насреддин шах Хормолофия 1894 жылы. Насреддин шах ертеде реформалар болған, бірақ ол өз билігіне диктатуралық әдеттерді сақтаған. Оның санкцияларынан оның өміріне қастандық жасалғаннан кейін көптеген баби өлтірілді. Бұл қудалау премьер-министр Амир Кабирдің басшылығымен жалғасты. Ол тіпті бабизм дінінің негізін қалаушы және де пайғамбарды өлтіруді бұйырды. Насреддин шах Хаджар Тегран полициясының бастығына тайпа басшысын хабардар етпестен өз тайпасының мүшелерін Хаджар ұстауға тыйым салды. Насреддин шах белгілі кезде мемлекеттердегі қоғамдық қауіпсіздікті Еуропаның көптеген елдеріне қарағанда жоғары болды. Насреддин кезінде үкімет шахтың меншігі ретінде қабылдаған. Әкесінің бас қолбасшысы лауазымындағы шах отбасы мүшелерінен басқа барлық адамдарға тыйым салды. Басқарудың барлық салаларында Хаджар князьдерінің басым болды және де негізін губернаторлық лауазымдарда болды. Губернаторлық ретінде күнделікті басқарудың актілерімен айналысатын кеңесшілермен бірге 10 жасар балалар жиі жіберіліп отырды. Сонымен қатар Хаджар князьат әділет және де ғылыми министрлер қызметін атқарды. Мемлекеттің басты лауазымдарын шах жанұясымен монополиялау жоғарғы саяси этникалық негізінен түркілік болған білдірді. Хаджар бюрократиясының фатихалды дәстүрлерін ұйымдастырған этникалық топ болды. Ол бюрократиялық интеграциялық функцияларын орындай алмады. Ал оны ұстауға жұмсалатын шығындар негізінен басқарушылардың мойнына түсіп, олардың иеліктерінен кету кезінде күшейді. Сыртқы саясаты. Британиямен соғыс. 1856 жылы Насреддин шахтың әскерлері Гератты басып алды. Оның амбициясын Ресей империясы қолдады. Осыдан кейін Британ империясы 1857 жылға дейін созылған Хаджрама соғысы жариялады. Соғыс Англияда министрлер кабинетінің толық қолдауына ие болмады және де британдық Үндістанға құлшыныспен қаралмады. Британдық экспедициялық күштер Үндістаннан парсы шығанағынан 1856 жылға қараша-желтоқсан айларында шығып, Бучир мен Харгада позицияларын орнатып жер үсті шабуылына дайындалды. Британдықтар Карун өзенінен Авазаға дейін көтеріліп, 1857 жылдың ақпанында Хушбаттың жанында Хаджар армиясын және де наурыз айында хорочақтармен шайқасты. Бірақ бейбітшілік үшін жағдайлар елдің ішкі аймақтарына ұзақ науқан басталғанға дейін қол
жеткізілді. Келісімнің жалғыз шарты Генрихтің империя ауғанстандықтарға оралуы болды. Өйткені Британ империясындағы көптеген адамдар хаджарлармен соғысқа қарсы болды. Афганистанмен қарым-қатынас 1861 жылды мыңдаған әскерлер Метіп Күшат хан бастаған түркімен тайпасының біріккен күштермен жеңілді. Парсы әскерлері өмір сүруін тоқтатты. 1857 жылдың шілдесінде хаджар әскерлері Гераттан шығарылғаннан кейін ағасы Достан Мұхаммедпен ұрысып, хаджарларға қоныс үшін жүгінген Сұлтан Ахмед хан есімді бір аскерден Сердивер қалаға билігін қабылдау үшін Тегераннан жіберілді. Және де шахтың шақыруымен және де қамқорлығымен билікке көтеріліп, келесі 5 жылдың ішінде өздерінің вассалы ретінде билік етуді жалғастырды. Ол өзінің құтпаны оқып, шахтың атына тиын шығарды. Осылайша өзінің вассалы тәуелділігін ресми түрде жариялады. Ол Тегеранға барып, шахтың шақыруымен мойынсұнып, тәуелді билеуші ретінде емес, тәжінің ерекше қызметшісі ретінде құрметті халықтар мен шахтың басқа да билерін алды. Британ империясының соғыстан кейін 10 жыл ішінде Насреддин шах өзінің шекараларын Сиястың оңтүстігіндегі шығысқа қарай шамамен 5 градусқа жақындатты. Шекарада Градабар мен Шахвалар арасындағы Макран жағалауындағы теңізді қарсы алды. 1860 жылдың ауғандықтар Үндістандағы британдық хаджар шабуылдарына шағымданды. Шахтың Систанның бүкіл егемендігін талап етті. Бұл ежелгі дәуірден бастап бұл жерде оның империясының бөлігі болды деп дәлелдеді. Ол сонымен бірге Дост Мұхаммед Генрихті 1863 жылдың 10 айлық қоршаудан кейін өзінің әміріне қосқан кезде Британияға қатты наразылық білдірді. Насреддин шах 1896 жылы анархистер тарапынан өлтірілді.